баласы неғұрлым өзіне жауапкершілік алған сайын ол қыз қылықты болсын дейді ғой, қылығынан айырылады. Орысша бүгін оны сабақтарда женственность деп жүр ғой, женственность. Неге? Себебі жауапкершілік көп мойнына алып алғаннан кейін ол еркек болады ол одан кейін. Енді бұл себептері ғой енді. Салдарға тоқталатын болсақ, немесе осының шешімдеріне тоқталатын болсақ, әйел адам тұрмысқа шықпай жатып, мен мынаның бәрін істеп алу керек дегенді мойнына мүлдем алып тастау керек. Болды, сол. Сен әйелсің. Әйелді егер аштан өліп қалса, шариғат айтады. Қияметтің күні 4 еркек сұралады дейді. Әйел аштан өліп қалатын болса, бірінші болып күйеуі бар болатын болса, неге ана әйел аштан өлді? Сенің міндетің еді. Күйеуі жоқ, тұрмысқа шықпаған болса, онда әкесі. Әкесі қайтыс болып кеткен, онда бауыры бар болатын болса, неге ана қыз аштан өлді? Неге қарамадың? Неге бақпадың? Деген секілді. Бауыры да жоқ, баласы бар болатын болса, баласы сұралады екен. Осы 4 еркек тікелей жауапты.